Қайырлы күн достар. Бүгін картоп пюресін, котлетін және подливасын ерекше дәмді қылып дайындауға болатын рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен картопты тазалап, қабығын ашып, жуып, одан кейін 4 бөліктерге бөліп тураймыз. 4 бөлікке турап болғаннан кейін қазанымызға су құйып, картопымызды салып піскенше қайнатамыз. Немесе қайнап тұрған суға да картопты салуға болады. Ол өз қалауларыңыз. Бір қайнағаннан кейін ары қарай тұзын салмаймыз. Тұзды піскеннен кейін саламыз. Орташа отта піскенше қайнатамыз. Картоп пісемдегенше котлеттерімізді пісіреміз. Ол үшін тапаға майды қыздырып, май қызған соң мұздатқыштағы дайындап қойған котлеттерімді екі жағында 4-5 минуттан қуырып аламын. Котлет пісемдегенше подливасына соус дайындаймыз. Ол үшін бізге үкіштен өткізілген бір сарымсақ, чеснокты үкіштен өткіземіз. Тоз, бұрыш дәміне қарай, паприка дәміне қарай және 2 ас қасық томат пастасын қосып, мұздай су құйып жақсылап араластырамыз. Соусымыз дайын. Дайын болған соусымызды дайын болып қалған котлетіміздің үстіне құйып, ары қарай 10 минуттай бұқтырамыз. Пюреге қосатын сүтімізді дайындаймыз. Ол үшін сүтке май қосып, сүтті ысытамыз. Ыстықтай сүт керек бізге. Котлетіміз дайын, мұны подливасымен. Енді піскен картопымыздың ішіндегі суын толықтай төкпейміз. Түбіне кішкене су қалдырып, оны арнайы тұзымызды сеуіп, дәміне қарай, одан кейін еземіз. Арнайы құралмен езуге болады. Маған осындай миксермен езген ыңғайлы және өзіме осы миксермен езген өте ұнайды. Енді әрі қарай май қосылған ыстық сүтімізді құямыз және шикі жұмыртқаны салып, әрі қарай тағы да миксермен араластырамыз. Соңына қарай тәтті паприканы қосамын, тағы да миксермен айналдырамын. Сүт болмаған кезде сливки қосуға болады, ол болмаса қазандағы картоптың кішкене ыстық суына май қосып миксермен айналдырамын. Олай да жасауға болады. Сүтпен, май, жұмыртқамен тіпті керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Мына пюреміз дайын. Картоп пюресі котлеттермен, әсіресе подливасымен өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Видеоны аса каналыма тіркеліп, лайк басып, қазақша каналымның дамуына үлес қосып кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.